өзіміздің мына мешіттің несіне ғой. Ал. Бірінші сұрақ. Исламның шарттары. Ал жауап беріңіздер кім? Жауап беретін адам тұрып жауап беріңіз. Балдардан ба? Кім айтатын адам тұрып айта алсын, дауыстап қаттырақ. İslam şartları Иә, бесеу. құлшылық ету, ораза ұстау, намаз оқу, қажы жасау, Үшеу. зекет беру. Төртеу, сосын бесіншісі. Шахадат. Шахадат, бесеу, маша. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар, маша. Қай мешіттің ма? Қандай мешіттің ма? Мешіт аласың ба? Көзі таспай? Мына. Мына түсіріп ала қойшы. Так, ұстап тұр. Аллаху акбар. Такбир айтпайсыздар ма? Алла пайдалы білім берсін. Екінші, иманның шарттары. Иман шарттары. Балдар жауап берсін, үлкендер білесіздер ғой. Үлкендерге Жауап береміз, бәрі ешқандай айырмашылық. Үлкендер, кішілер бәрі кім біледі? Кішкентай балалар біледі, үлкендер. Иә, болады. Аға, айта бер. Бірінші Аллахқа имен келтіру, Біреу, періштелеріне имен келтіру, екеу, үшіншісі пайғамбарларға имен келтіру, үшеу, төртіншісі қиямет күніне имен келтіру, бесіншісі кітапқа имен келтіру, сосын бесіншісі қиямет күніне, алтыншысы жақсылық пен жаманды Аллахқа қоймау. Машалла. Аллаху акбар. Алла пайдалы білім берсін. Үшінші сұрақ, дәреттің парыздары. Оңай сұрақ. Дәреттің парыздары нешеу? Кішкентай балдар бар мен осыны айтады, кішкене жастардан. Дәреттің парыз төртеу, алдымен қолды шынтақпен ота жуу, Жақсы біреу. ауызға су алу, жоқ бетті жуу, басын төрттен бір бөлінен масық тарту, аяқты оқпен қосу. Болды. Төрт парыз. Аллаху акбар. Қандай кезде мынандай тасып па, мынандай тасып па? Одан кейін Тағы да фото неге түсіріп ала қойшы, аты қалай? видеоны Видеоны түсіріп еш, монтаж жасап шығарамыз. Андай дауысты алып тастап. намаздың парыздары. Намаздың 12 парызы, сыртқы ішкі парызын бірден екі бөліп бөлмей ақ. Намаздың парыздарын. Енді кімдерде бар ма айтады? Намаз оқып жүрген кісілер бар ма дейсің? Намаздың парыздары. Үлкендерде. Естер ғой енді. Ауыр. Тұрып айта беріңіз, тұрып. Сен айта бер. Ішкі сыртқыма біреуін айта қойыңыз, алды сосын ары қарай жетіп көреміз, толықтырамыз. Тұрып айтыңыз, тұрып. Кім айтады? Тұрып айтыңыз. Намаздың. Тұрып айтыңыз. Намаздың 6 парызы. Намаз ол 6 парызсыз, намаз дұрыс қылмайды, бауырлар. Қалай шарт? Дәрет болу керек, оқитын жер таза болу керек, киімі Тұрып айтыңыз. 12-ге толтыра аламын ба деп. Бірінші дәрет болу керек, оқитын жер таза болу керек, киім таза болу керек, сосын құбылаға қарау керек, сосын уақыт кіру керек, ниет болу керек. Ол сыртқылары. Үшіншісі ішкісін келтіре алмай. Қиям. Намаз нең басталады бірінші? Қиям. Такбир алу. Қырағат. Екеу. Үшеу. Төртеу. Сосын бесеу, сосын алтыншысы. Сәжде отырысқа. Отырысқа кірмей ме? Жоқ, отырыс айтылды. Ортада бір қалып қойған жоқ па? Руку айтылды. Айтылды. Екінші отырыс па? Қыда келетін. Айтылды ма? Айтылды ма? Ол есіме аламын. Сен ішімен маникюр бітті. Болды.
Аллаху акбар. İki takbiri kıraat ya rukuk secde so'ng o'tirish. Ода бар. Посунье. Maşallah, Allah пайдаланын берсін. Енді кішкене күрделі сұрақ бір қойып жіберейік біз. Ең көп хадис жеткізген сахаба. Ең көп хадис жеткізген Абу Хурайра. Санын білесіз бе? Неше хадис екен? 4500-дей. Жоқ, көп болды. Одан аз. Ya келеміз, дұрыс қой жалпы жауап. Мен просто сұрап отырмын ғой. 5374. 5374 жазып алған. 5374 хадис риуаят еткен, ең көп риуаят еткен хадисті сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху. Тұр. Алла пайдаланын берсін. Мынандай хасикуын таңдап ал. Аллаху акбар, такбир айтпайсыздар ма? Дәрсе алған жауап бергенде такбир айтып отырыңыздар. Одан кейін сұрақ, намаз оқымай жәннатқа кірген сахаба дейді. Иә, шекасы қалады. Намаз оқымай жәннатқа кірген сахаба. Пайғамбар саллаллаху қайтыс болғаннан кейін жәннат иесі деп айтқан сол сахаба. Жоқ, тұрып айтайық, тұрып. Кім қалай қате болса да тұрып айтыңыздар. Қолын көтеріп тұрып айтыңыздар. Отырып айтқан аты кім екенін байқамай қаламыз. Кім біледі? Подкастқа беріп отырайын, иә? Ухуд шайқасы, естігендер бар шығар, есіне түсетін шығар. Ухуд шайқасы. Ол мұсылмандарға қарсы соқсам деп келеді, мүшрик болып келеді басында. Одан кейін не істейді? Сол жерден өзгеріп ауысып кетеді ғой. Яғни исламдың қабылдауы пайғамбар саллаллаху келіп, сол жерде исламдың қабылдауы, сол жерде мұсылман болады да. Мұсылмандарға қарсы соқсам деп келіп тұрған кезде мұсылмандардың жағына өтіп мүшриктерге қарсы соғысады. Сол жерден, яғни соғысқанда жаңағыдай ғой, шахид боламын деп соғысып, до конца соғысады да, сол жерден шахид болып кетеді. Ол кісі андай емес пе, 2 ойлы болып жүрді ғой негізі басында. Жоқ, қысқасы солай енді. Иә. Оның алдында ол 2 ойлысын айтпай ақ қойып, исламның алдарын айтайық. Қайта ұзақ болып кетеді. Білмеймін, мен өзім көрмегенмін. Бізге аты керек. Аты, сахабалар лақап болған білесіздер да, мысалы, лақап бар, сосын аты бар. Атын айтамын десе аты болады, лақабын айтамын десе лақабы болады мысалы. Абу Хурайра деген аты емес қой негізі, лақабы болады. Лақап аты. Абу Хурайраның басқа. Абу Хурайраның атын кім біледі? Нұрсұлтан атасы. Аты, өзінің аты. Шын аты. Абу Хурайра деген мағынасы сол мысықтың иесі деп айтып пайғамбар қойған ғой. Я Абахир деп айтқан, я мысықтардың иесі деп жаңа әкесі деп содан аталып кеткен. Жоқ. Ағай өте береміз онда, бұл сұрақтың жауабын еске түсіп жатыр болса жайлап не істейміз да? Жоқ, жауап беремін. Келесін өте берші. Оразаның парыздары, енді мынау. Қазіргі уақыт нағыз білетін сұрақ. Өзі біліп қойған шығарсыздар, оразаға дайындық кімнің айналып. Оразаның парызы неше? Иә, қандай парыздар бар? Жоқ, біреуіңіз айттыңыз. Бір адам тұрып айтайық, тұрып. Тұрып айтыңыз. Бисмилля тұрып айтайын. Ешқандай қорқатын үшін өзіңіз ғой, бәрі өзіңіз ешқандай ешкімді кемсітпейді. Ешкім естемейді дегендей ғой. Барысын дұрыс айтып отырсыз енді. Айта беріңіз, Нұрке. Бисмилля тұрып. Бірінші, ниеттеріңіз бар? Ниет дұрыс қой, абай жазып беремін. Мотивация беріп қойын, дұрыс ниет. Ары қарай? Енді сіз ниетті айтқанның аржаны уже түсінікті ғой, логикалық нәрсе уже. Қазір біз неден тыйылып жүрміз оразада, не істемей жүрміз? Ниет уақыт тыйылу ғой. Тыйылу, неден тыйылу енді? Тамақтан, судан, сосын Азал неден. ғайбат ол артынан бұл. Сосын Жақындасуда. жыныстық қатынас. Ғайбат айтса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды ғой. Ғайбат жыныстық қатынас жасап қойсызшы оразада бұзылып кетеді, ораза болды. Ниет, ішіп жеу, уақыт емес, ішіп жеу парыз. Ішіп жеуден тыйылу. Сосын жыныстық қатынас жасамау, үші парыз. Ниет, оразаның. Келіңіз, Нұрке, бисмилля. Аллаху акбар.
Алла тағала байлау білім берсін. Оқып біліп жүріңіздер иншалла. Ғұсылдың парыздары. Ғұсыл айтыңыз, тұрып айтып тұрып. Болды. Ауыз шайы, мұрын шайы дейді, сосын дененің толық жоғы дейді. Ерболов дайындалып қойған болды. Алла тағала пайдалы білім берсін. Білім ең үлкен 4 періштені кім айтады? Яғни міндет жүктелген Алла тағалада. Фотоға түсіріп алыңдаршы кішкене. Қайсысы? Жоқ, айтпағым, сен айттың ғой, айтпағымдар ғой, балдарым айтпағымдар ғой. Сен кім жауып жүрді? Үшін кім қол көтерді ол қайда екенсің? Төрт үлкен періште. 4 үлкен періште. Тұрып айтайық. Біреу, екеу, үшеу. Айттың ғой. Израиль. Сұр үрлейтін періште. Исрафил. Пайдаларын, бұлардың қызметтерін білеміз ба, періштелердің? Қалай қызметтер бар еді? Уақыт жүруші. Микаэл табиғатқа жауап беріп періште, жалпы. Табиғат болсаң бәрін. Әзірейіл жаңа ауыш періште, Исрафил сүрлейтін періште екен. Біліп жүрейік жалпы. Енді бисмилласыз басталатын сүре дейді. Құранда бір сүре бар өзі, бисмилласыз басталатын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәуба. Машалла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Постоянно жамағат ғой, машалла. Қандай жер? Мынау. Не, тақияңды ұстырасың ба? Түсіріп алыңдар. Құранда ең ұзын сүре. Бір адам жауап берейік. Білмегендер, анау кішкене арамызда жауап бермейіндер жауап берсін. Иә. Айтып қойын ба бәрін? Иә, машалла. Неше аят бұл жер? Бақара сүресі. Өзіңнен, біреудің айтқан айтты, өзіңнен. Қателессең де өзіңнің пікіріңді айтайын. 286 аят. Біліп жүресің. Ең ұзақ сүре. 286 аят. Енді ең қысқа сүре. Сүрелер деп айтайын. Бір сүре емес, сүрелер бар. Кәусар? Жоқ, енді бір адам айтсын осыны, бір адам. Айтпағанда кім бар, айтпағанда айтады. Айтқан үстім айтады. Кәусар? Сосын? Кәусар деп айтқан үшін бір себеп пе? Тағы қандай сүрені білесің, тағы да бар сүрелер асқан. Сол біреу есесіп тұр ғой. Жақсы. Бір себеп. Әліппен бар ма жоқ қой, да? Әліппен. Әліппен кітабына. Құран әліппесі. Құран оқыған. Қайсы таласың? Намазың ба? Арғай кімді оқып тұрасың? Тақия. Кімді оқып тұрады? Тағы Кәусар сүресі емес тек қана. Неше аят Кәусар сүресі? Үш аят та? Үш аят тағы қандай сүре бар? Үш аят та? Бір адам тұрып айтсын, бәрі әркім айтпай ақ қойып, бір адам тұрып айтсын. Айтпаған. Ақ? Жоқ, 4 аят болып кетті. Ең қысқа сүре деп атады. 3 аяттан тұратын сүрелер, 3 аяттан тұратын. Өзі 3 аяттан тұратын сүре екен, ең қысқа сүрелер. Біреуі Кәусарды айтты. Екіншісі Асыр дейді. Сосын үшіншісі кім біледі? Аннасыр ма? Насыр сүресі. Насыр сүресі. Илажа Насруллахи деп басталады. Соны біліп жүріңіз, осы үш сүре 3 аятта, үшеуі 3 аяттан тұрады. Жаңа кісі бір-екі не біледі? Жақсы.
Әліппе бар ма? Нені айтты ғой? Неге түсірмеймін? Асырды айтты. Takbir. Қасиетті төрт кітап қай пайғамбарларға түсірілді дейді. Айтыңыз. Қайсы қай пайғамбарға түсірілді? Дұрыс. Аллаху акбар. Енді ең ұзын аят дегенді білесіздер ме? Құранда ең ұзын сүре айттық болған. Ең ұзын аят. Ең ұзын аят. Құранда. Сүре айтып ғой. Бақара сүресінің точно. Бақара сүресінің бірақ аяттың ішінде. Бірақ енді жақындап қалған. 285 ayet қой. 280. Ешкім былай көрген жоқ па? Аяттың мағынасын айтса болады, мысалы осындай аяттың мағынасы осындай айтылатын ішінде деген сияқты. көрсей. Не туралы айтылатын ішінде содан түсінуге болады. Кім айтады екен? Соңғы жағы деп айтып қойын. Соңғы жақтары. Өзідан нешесі? 280 аяттан бітетін болса соған. Ең соңғы жақтары. Ең соңғы жақтары. Оны 256. Не білеміз сосын айтып Иә, 282 маша. Ішінде не туралы айтылған? Қарыз туралы айтылған. Оны қарыз аят деп айтып. Қарыз аят деп. Енді мынандай бір сұрақ болып тұр. Абу Хурайраның атын жаңа кім айтады? Абу Хурайра радиаллаху анхудың шын аты. Мынандай мәселе болып тұр бұл жерде. Шын аты дегенде ислам дінін қабылдамай тұрған кезде аты болған, ислам дінін қабылдаған кезде пайғамбар оған атын өзгертіп қойып берген. Соның бәрін айтса, мәселе жақсы қой дейді майша. Осы жерде ең күшті сұраққа жауап берген адам ғой. Абдулла ибн Масхуд. Күннің құлы деген мағынаны білдіреді аты. Күннің құлы деген. Қазақша аяғы арабша қалай ол? Күннің құлы деген. Құл деген мағына қандай араб тілінде? Айтыңызшы, дұрыс айтыңыз. Айтыңыз, сұрап айтып беріңіз, сұрап айтыңыз. Айтыңыз. Айтыңызшы, дұрыс. Әбшәмсі болады. Сол айтыңыз, сұрап айтып беріңіз. Сосын ары қарай өзінің пайғамбармен салыстырып өзгерткен атын айтыңыз. Оны емес пе? Абдушамс дейді. Абдулла болған бір ол. Абдушамс дұрыс. Күннің құлы деп. Солай аталған. Ол кезде мүшріктер солай қойған аттарын. Абдул Узза, жаңағыдай Узза деген жаңағы ненің құттың құлы, күннің құлы сондай. Пайғамбармен салыстырып келгеннен кейін кім деп ауыстырды атын пайғамбар салсам? Адам айдың құлы, күннің құлы болмайды деп атын Абдурахман қылады. тұрып айтшы. Абдурахман айттым ғой не? Қашан айттың? Жоқ, мен алып қойдым ғой Абдурахман. Сыйлап қойдым ғой. Сосын айтып бересің да? Молодец. Абдурахман Ибн Саид. Ибн Сахр дейді. Әд-Дауси, дұрыс. Даус деген тайпадан шыққан Абдурахман аты. Пайғамбар салсам Рахманның құлы деген атқа ауыстырып берген. Абу Хурайра радиаллаху анху аты Абдурахман ибн Сахр. Дауси деген, Даус тайпасынан шыққан. Сыйлық ағаға бір сыйлық берді, бір Абдушамс дейді. Тасбих. Takbir. Кішкене сыйлықтар қалды, соған сұрақтар қойып жіберейік. Құранда аты аталған сахаба.
аты айтылған Құранда сол сахабаның. Қол көтеріп айтып ана айтыңызшы. Ана сыйлық алмаған айтыңыз. Иә, дұрыс. Аятты бар айтып. Дұрыс. Зейд Аллаху акбар. Құранда аты не деп аталған? Зейдун деп аты келеді. Өгей бала саған мираскер бола алмайды. Машалла. Енді қандай не қалды? Құранда ең қысқа аят кім біледі? Бірақ біз ең ұзын аят айттық қой, Бақара сүресінің 282-ші аят. Енді ең қысқа аят кім біледі? Неге заманға сер Хоф. Ең қысқа аят. Енді бірнеше аят бар, соның қайсысын біреуін айтса да болады шығар. Хоф. Аят, ол сүре ғой, сүрені айтпайды. Жоқ, тоқа деген бірінші Ол да дұрыс, иә. Ясин бар. Ясин, ол да дұрыс. О, молодец, мені енді Нун сүресіне кейінгі аят қой. Таба. Сүре ғой. молодец, дұрыс. Ол бір аят бола ма, әлде бір аят. Бір аят бірінші аят қой. бір аят па, әлде қасында жалғасы бар ма? Қалам сүресіндегі сүресі ғой. Ай, ол бір аят емес ол. Бір аят қой. Нун деп бірінші аят. Сонда бір пайғамбарымыздың екінші аятта қарап көріңізші. Бақара сүресіндегі аят да. Нун мен пайғамбарымыздың деген бір аят сияқты сол. Жалпы. Таба. Қателеспесем мен көрейін. Бір аят барлығы бір аят. Бәрі бір аят. Иә. Әйтпесе нун деген бір ағарып не болады дейді, ең қысқа аят болады дейді. Жалпы ең қысқа аят не? Екі әріптен тұратын аяттар екен. Хамим, Тоха айтып жатыр, Ясин. Иә, сондай. Енді кімге білеміз? 3-4 книга алып, беріп тастайық. Басқа айтқандар бар ма? Ясин деп бір айтты. Амин бір аят болады. Хамим айттың, Тоха айттың, басқа айтқандар бар ма? Сыйлық алмағандар айтқандар бар ма? Айттың десеңіздер келе беріңіздер, алла болады. Қандай сұрақ қоямыз? 3-4 не қалды? Енді аяқта басын. Жаңағы намаз оқымай жәннатқа кірген сахаба қалып қойды ғой. Иә. Соңында бұл бір жағынан бұл тек қана тек сұрақ сыйлық алып кететін емес, біліп жүретін нәрсе ғой бұның барлығы. Бір жағынан білім болсын деп қойып жатыр. Намаз оқымай, жәннатқа кірген сахаба. Иә, оқып соғысында иә, дұрыс. Уақи келді ма? Жоқ, білемін, айтып отырмын. Бағанамен отырып қазір айтты. Машалла. Алла разы болсын. Амр ибн Сабит. Лақабы Әл-Усайрин дейді. Лақабы Әл-Усайрин деген. Аты Амр ибн Сабит Әл-Ауси деген мәдиналық сахаба, ансарлық сахаба. Неге намаз оқымай жәннатқа кірді? Бұл енді қалай жәннатқа кіріп кеткенін де қысқаша айта өтейін. Несі жаңа айттық қой, пайғамбар саллаллаху алейхи ислам дінін қабылдағаннан кейін не дейді? Бір намаз бен екінші намаздың арасы өтпей жатып қайтыс болып кеткен ғой, шәһид болып кеткен. Яғни оған намаз парыз болып үлгермеген ғой. Түсінесіз бе? Намаз парыз болып үлгермеген. Енді былай деп айтады, бесін намаздан кейін қайтыс болды дейді ғой. Бесін намаздан кейін қайтыс болды дейді. Иә, бесін намаздан кейін қайтыс болды. Егер бесін намаздан кейін болса, бесін намаз оған парыз болып қалады ғой мойнына. Бесін намаз таңның парыз болмаса, таңның парыз енді бітті ғой. Таңертең күн шыққанға дейін ары қарай уже күн шығып кетті. Сол бесінге дейін келген, соғысқан, исламды қабылдаған сол жерден, сөйтіп мүшриктерге қарсы соғысқанда сол жерде шәһид болып кеткен, содан пайғамбар саллаллаху алейхи сахаба жеткізген. Амр ибн Сабит қайтыс болды, шәһид болды деп. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, жәннат иесі деп. Амр ибн Сабит жәннат иесі деп айтқан. Ол кісі жәннат иесі болды деп айтқан, содан біледі екенбіз.
Әйтпесе пайғамбар айтпаса ол білмейміз ғой. Сол үшін осылай екен жалпы. Қалай жәннатқа кіріп кетіп намаз оқымай деп түсінбей қалып жүрмесін деп айтып жатқаным ғой. Жәннат намаз оқымай жәннатқа кіруге бола ма екен деп ойлап кейбіреулер қате түсініп қалмыз. Иә. Енді мынау Құранның ең бірінші түскен сүре. Аллах сүресі. бір адам айтсын, ана қайда. Сыйладың ба? Жоқ, Алмағандар бар ма? Алмағандар кім біледі? Аллах сүресі. жоқ, айтып қойды, басқа сұрақ қойып. Иә, тұрып айтыңыздар. Алмаған, әсіресе енді алғандар біліп отырса кішкене үндемей ақ қойыңыздар. Қалған алмағандар айтып, көшеде сыйлықтар. Ораза қашан парыз болды? Айтыңыздар. Ораза ма? Ораза қашан парыз болды? Пайғамбарымыз. Мен екі рет айттым осы мешітте уағызды. Бүгін кеше айттым. Айтылды ғой, иә, бұл Айтылды ғой. есімде. Иә. Жүзетін екінші жыл. Машалла. Дұрыс. Мына жігітке уақиды болып қалсаңыз. Мен нәсібе қалды. Аласын алшы. Алда Біреуге бересіз. саған сауап болатын нәрсе дейін ба? Иә. Сыйлығың артық болып кетсе, Бұл бар ғой, иә. не бересің? Қасындағыларға бересің сыйлықты. Аллаху акбар. Сау болсын, ораза еді. Екінші жылы. Сыйлықтың бәрін алып алда таратып жүрсің бәрін. Бізге сынау. Бір жерге барып, ораза ұстап жүрсің ғой, ораза қалай парыз болды деп айтатын болсаң бар ғой, қарапайым халықтың адамда айта алмай қалсаң бар ғой, ана жерде бар ғой, бәленбай жерде намаз оқып жүрсің, ұят қой деп айтуы мүмкін мысалы. Сондықтан естеріңізде болсын, бұл жерде ұят болып қалмасын, ораза қашан парыз болды дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединаға хижрат жасағаннан кейін, хижраның екінші жылы, хижра деген қоныс аудару, көшу деген мағыналы орысша айтқанда переселение болып, пайғамбар көшкеннен кейін екінші жылы. Бұл турасында қалай дегенде, ана Бақара сүресінің 182 аятын айтасыз. Екеуін бірдей. Бірінші қалай парыз болғаны, екінші жылы қалай болған, одан кейін аят түсті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Яғни бұрынғыларға, иман келтірген бұрынғыларға парыз болғандай, сендерге де парыз болды деп осылай нүктесін қою керек. Түсіндіңіздер ме? А то бір жерлерде ол ұят болып қалған. Ұяттар просто анау дінді кейбір түсінбей адамдар мазақ болады да, қалай сен өзің бір ораза ұстайсың, бір мынаны білмейсің деген түсінесіз, элементарный нәрсе. Сіздер біліп алыңыздар. Бірінші хижраның екінші жылы, сосын аят түсті. Түсінесіздер ме? Осы екі нәрсені өлгенше ұмытпау керек. Түсіндіңіздер ме? Бір сұрақ қойып тағы намаздың ішіндегі ең негізгі нәрсе не нәрсе? Бір-ақ нәрсе бар ішінде. Парыз не деп айтпай ақ қойын, сүннеті, парызы деп. Жоқ. Фиққа қатысы жоқ. Кім түсініп отыр? Намаздың ішінде бір негізгі нәрсе бар. Жоқ. Онсыз оқылған намаздың пайдасы шамалы болып. Жоқ. Айтып фиққа қатысы жоқ деймін. Ниет, фатиха, бәрі фиқ қой. Иә, рухани жағынан. Ихсан жағынан, иә. Сол аты қалай болады енді, бір нәрсе бар ішінде. Алланы көріп тұрғандай, иесі болып сені көріп тұрғандай. Сол не деп айтылады? Сол дұрыс айтты. Екеуін де аласыз ба? Құшылықта айтқанша екеуін беріп болады. Бір сұрақ қояды, тақайын деп Ол қандай сұрақ бар тағы? Көп сұрақ көп қой, просто кішкене орташа күнделікті бір ғибадаттың ортасында біз жүрген сондай бір. Иә, соны біліп жүрсің ба? Құшылық деген намаздың ең негізгі ішіндегі өзегі дейді ме бір? Сол құшылық болып есептеледі. Құшылықсыз намаздың пайдасы былай айтқанда енді өте нашар болып. Қалған біз парыздарын бәрін орындасақ та, құшылық болмаса намаздың пайдасы болмайды. Айта беріңіз, Құранда бір сүренің 2 аты бар, бір сүренің 20 аты бар, бір сүренің 3 аты бар. Сол енді бір сүренің 3 аты, мен подсказка берейін, бір сүренің 3 аты бар. Сол сүре қандай сүре? Наср. Бір сүренің 3 аты бар. Масад. Сосын Таббат.
сол дұрыс айттың, таббат сосын ары қарай Масад. дұрыс иә дұрыс есіңізде болсын, 3 аты бар: таббат, лахаб және Масад. мәсәд. Ол дұрыс. Бір сөйлемешілер бар ма? Мына біреуді білесің. тағы сауапқа келейін тұрсың. Қысқаша мен айта кетейін. Кімнің тақиясы жоқ, соған келіс қой басында. Тақиясы келген анда. Қысқаша бір нәрсе айта кетейін. Біз оқитын қысқа сүре Ықылас сүресі бар ғой. Соны айта кетейін. Ықылас сүресінің біз білмейтін 20 есімі бар еді. Бірінші естіп тұрсыздар ма? Ықылас сүресінің 20 аты бар. Ықылас дейтін аты Ықылас қой. 20 есімі бар екен, біз білмейтін. Енді ол терең қопаратын болсам ғой, кете береді деген ілім бізде сондай ғой. Бір сүренің аты Ықылас, екіншісі Таухид. Енді ана оқысаң Таухид шығып тұрған жоқ па? Куль хуаллаху ахад, дословный перевод кетеді ғой. Куль хуаллаху ахад. Куль айт хуа ол ахад, жалғыз Алла дейді. Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ол толған жоқ, толмады, ешқандай нәрсе оған мұқтаж емес. Бұл не сонда? Таухид па? Одан кейін ары қарай ол кетеді 18 есімі. Тағы да Құранда сүрелер бар, екі есімнен аталатын. Оны кейін өздеріңіз оқып етіп алсаңыздар болады. Сіздерге мағлұмат ретінде айтып жатырмын бұл. Түсінесіздер ма? Сонымен Ықылас сүресінің неше аты болды? 20 аты болды, есіңдеріңіздер. Екеуін айттым, бірі Ықылас, екіншісі Таухид. Ары қарай 18 есімі бар. Мен дәл есімде қазір жоқ, ол өзімнің етіп жатқанымды айтып жатқаным. Ары қарай бұна баланың айтқан бөлікте де жоқ. 3 есімі бар, біз білетін. Оны ары қарай да есімдер болуы мүмкін. Мен өзім оқыған таббат, лахаб және мәсәд. Одан кейін тағы да сүрелердің екі есімдерімен аталады. Сүренің өзі негізі пайғамбар саллаллаху Меккеде және Мединеде түскен, бұл екіге бөлінеді ғой. Одан кейін кете береді ары қарай. Үкімдер аяттар, мұқам, муташабих аяттар, үкім аяттар деген сияқты. Ал осымен тамамдайық иншалла. Мына бауырымыз айтады, Нұрсұлтан Сұлтанов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي كرمني بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقا وفهما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إنك على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, Аллах Тағала жасап жатқан құлшылықтарымызды, жасап жатқан жақсы амалдарымызды, салиқалы амалдарымыздың барлығын қабыл етсін. Өзінің мейірімен қабыл етсін. Ақыретте соның сауаптарын алуымызды баршамызға нәсіп етсін. Күнәларымызды кешірсін, өзінің рахымына мейіріне бөлесін, өзінің алдындағы дәрежелерімізді көтерсін. Бүгін енді Аллахтан кешірім сұрау жайында айтқымыз келіп отыр. Аллах Тағаладан кешірім сұрау истиғфар дейді. Барлығыңыз естідіңіздер. Истиғфар деген бұл үлкен зікірлерден болып есептеледі. Алладан кешірім сұрау. Өйткені біздер не? Күнәһармыз. Қанша жерден құлшылық жасасақ та, қателік, кемшілік жібереміз, күнә жасаймыз. Байқамай, әдейі болмаса да байқамай жасап қоямыз. Сол үшін неге намаздан кейін бізде сәлем бергеннен кейін астағфируллах деп ең бірінші сөзінде астағфируллах деп айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи бізге бұны сүннет қылып қалдырды.
Енді ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай айтып жатса, онда бізді айтпай ақ қою керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені айтқан болса, онда бізді айтпай ақ қою керек. Жалпы пайғамбарлардың бұл несі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан кешірім сұрайды деп күнә жасаған ба? Жалпы жасамаған. Бірақ неге астағфирулла Алладан кешірім сұрайды? бір күнде хадисте айтады, 70 мәрте деп айтады, кешірім сұраймын деп айтады. Және тәубе етемін. Немесе бір хадисте 100 мәрте деп айтады. 100 мәрте мен Алладан кешірім сұраймын деп айтады. Енді осы ойлап қарасақ, мысалы, неге пайғамбарымыз саллаллаху кешірім сұраған, күнә жасаған ба деп ойлайды ғой енді. Жоқ, күнә жасамаған. Бұл ғалымдарымыз айтады, басқа пайғамбарларда болған осындай. Олар Алладан кешірім сұрап отырған, әрдайым үнемі, күнде және тәубе етіп отырған. Неге десең, пайғамбарлардың бұл Алланың алдындағы несі, Алланың құлымын мен, Алланың алдында кішіпейілдігі, Алланың алдында кішірейу. Мен пайғамбармын, мен күнәдан сақталғанмын деп жүрген жоқ. Пайғамбар болса да не істеп жатыр? Бір жағынан неге өзінің үмметке үлгі болып жатыр ғой. Үмметке үлгі адам да емес, пайғамбар деген бүкіл үмметке үлгі адам. Бір жағынан бізге үлгі қалдырып жатыр. Әрдайым истихфарды айтып жүру керек. Және истихфар айтқан адамға қандай пайдасы бар истихфардың? Алладан кешірім сұраудың соны айтады. Қазір иншалла хадисте айтамыз. Мысалы, Ибрахим алейхиссалам қасында Исмаил алейхиссалам баласымен бірге Қағбаны салды, Қағбаны салды. Қағбаны салғаннан кейін не деді? Құранда келеді ғой аят. Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. Раббымыз Алла бізден қабыл ет деді. Сол жаңағы құлшылық үйін салып отыр енді. Қазір қаншама адамдар пазар жасап жатыр, сол Қағбаға айналып тауып жасап. Қаншамыз сояққа қарап біз намаз оқимыз. Сондай қияметке дейін адам мұсылмандар құлшылық жасайтын жерді салды. Сол салғаннан кейін не деді? Дұғасы не болды? Раббана тақаббал минна. Аллахым, Раббымыз бізден қабыл ет. Иннака антас самиул алим. Расында сен естушісің, бәрін білушісің. Сосын ары не дейді? Ва туб алейна дейді. Тәубемізді қабыл ет дейді. Пайғамбар тәубе етіп отыр ғой, Аллахқа ойлап қараса. Тәубені кім жасайды? Тәубе деген күнә жасаған адамдар жасайды ғой тәубені. Енді сол күнәні жасамаймын деп, яғни Аллаға қайту. Ал жаңа біз айттық, пайғамбарлар күнә жасайды ма? Жоқ, жасамайды. Алланың үйін салып тұрып, не істеп жатыр? Аллахым біздің тәубемізді қабыл ет деп жатыр. Ва туб алейна. Біздің тәубемізді қабыл ет. Иннака антат тауабур рахим. Расында сен тәубелерді қабыл етушісің, және сен мейірімдісің деп отыр. Бұл пайғамбарлардың несі екен? Алланың алдында кішіпейілдігі. Ал енді пайғамбарлар осылай айтатын болса, онда біз не істеуіміз керек? Біз одан да көбірек Аллаға не істеуіміз керек? Кешірім сұрауымыз керек. Күнде тастамай. Бұл жаңа аптасына бір рет жаңағы дәрі сияқты. Қашан күнде неше рет ішемін, немесе аптасына неше рет ішу керек деген сияқты емес, дәрі сияқты емес, лекарство сияқты емес. Күніне айту керек, күніне. Мұсылмандар бұл күніне айтатын сөз бұл. Қазір пайдаларына келеміз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кім күнде истихфарды өзіне міндет қылып алса дейді. Истихфарды өзіне міндет қылып алса, үш пайдасы бар екен. Истихфардың беретін. Бірінші, қандай да бір уайым болса жүрегінде, сол уайымнан Аллах тағала не істейді? Жүрегін сол уайымнан алып тастайды, босатады екен жүрегін. Жүрегін жаңа уайымнан сейілтті деп айтады, уайымнан сейілтеді, уайымын кетіреді, Аллах тағала кетіреді екен. Анау жүрегім уайымдап жүрмін, жүрегім ауырады деген адамдар бар ғой, осыны айту керек. Осыны кеңес беру керек. Аллаға истихфар айт. Астағфируллаха ва атубу илейхи. Бір рет емес, бірнеше рет, 100 рет. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтты, мен 100 рет айтамын деді. Бір отырған кезінде мен Аллаға 100 рет кешірім сұрап тастаймын дейді. Бір жағынан сол сүннетті орындап, біздер не істеуіміз керек? Мысал ретінде, енді кемінде
таңертең 100 рет, кешке 100 рет деген сияқты өзімізге ләзимал, Құранда хадисте пайғамбар айтып отыр, мән ләзимал истиғфар дейді. Ләзім қылып өзіне міндеттеп алса, истиғфар айтамын мен күнде деп. Сол кезде барып болады бұл. Жай ғана жаңағы айтып отқандай бұл күнде бір 10 рет айтып қойғаннан немесе бір жаңағы күнде біз намаздан кейін айтамыз, астағфирулла, одан емес. Көбірек айту керек бұны. Және бұны тастамай күнде. Бір күн айтып, бір күн айтпай, немесе жаңағы 2-3 күннен кейін бір айтып, қиналып кеткен кезде бір айтып, жүрегі жаңағы ауырып қалған кезде айтып, немесе бір проблема түсіп қалған кезде айту емес. Кәдімгі ешқандай проблема жоқ, ауру жоқ, жүректе уайым жоқ, бәрі жақсы. Айту керек. Сұрауымыз керек. Біз Алладан кешірім сұрауға неміз міндеттіміз ғой, былайша айтқанда. Алладан кешірім сұрауға күнде міндеттіміз. Бірінші пайдасы не деді? Жүректегі уайымды сейілтеді деді. Екінші пайдасы. Әрбір қиындықтан, проблемадан Аллах Тағала шығатын жол береді. Қазір көп қой бізде басы проблема, бітпейтін үйде проблема, жұмыста проблема, басқа жерде проблема. Барлығынан осы истиғфарды тастамай айтып жүрсек, Аллах Тағала не береді екен? Сол қиналып қалған кезде сол шығатын жолды өзі береді, жеңілдік береді. Қиындықта жеңілдік береді. Шығатын жолды береді өзі. Былайша айтқанда сол проблеманы шешіп береді Аллах Тағала. Бұл екінші пайдасы. Үшінші пайдасы ойламаған жерден ризық береді дейді Аллах Тағала. Күтпеген жерден, есептемеген жерден Аллах Тағала ризық береді дейді. Енді қараңыз, ризық дегеніміз қалай түсінесіздер? Ризық дегеніміз тек қана бұл ішіп жатқан неміз, тамағымыз, жеп жатқан тамағымыз емес. Бізде көбінесе ризық дегенде шектеп қойғанбыз ғой, тек жаңағы ішіп жейтін тамақ деп. Ризықтың несі түсінігі кең. Ризықтың түсінігі кең. Мысалы айтайық. Ақшадан бөлек. Айтып тек қана ішіп жейтін өзімізге жаңа ішіп жейтін тамағымыз немесе ақшамыз емес ризық деген. Бала ризық, әйел ризық, ата-анамыз ризық. Басымызда біреудің басында үй бар, біреуде үй жоқ, не бар? Үй ризық. Үстімізде киім ризық. Бәрі ризық. Тек қана ризық дегенде жаңағы бір нәрсені шектеп алдым. Ризықтың несі? Көлемі кең. Бауырлар жоғарғы дастархан жайып отыр екен. Екінші этажға. Қазір уағыз біткеннен кейін сол дастарханға барамыз иншалла. Сол жаққа кетіп қалмаңыздар деп айтып отқаным ғой. Сырттағы бауырлар болса, уағызға қалмаңыздар, дастарханға қалуға болады. Сол жаңа айтып отырмын ғой, хадис бар мысалы, ойламаған жерде ризық береді дейді. Мысалы, бала көтере алмай жүрген әйел болса, мысалы ретінде. Бар ғой, қазіргі уақытта бар. Оған айтуға, осынан кеңес беру керек. Сен Алладан кешірім сұра, истиғфар айт Аллаға. Көбірек күнде тастама. Күнде 100 рет өзіңе міндеттеп қой. 100 рет 5 уақыт намаз сияқты. Таңертең тұрып, истиғфар айтам, кешке истиғфар. Өз білет, ең кемінде 100 рет, 200 рет, 300 рет, 500 рет айтам десе де өзі білет. Жалпы, ненің бізде зікірдің, дұғаның несін барынша мағынасын біліп айтқан дұрыс болады. Тек қана тілмен астағфирулла деп жаңа тәсбихмен өткізіп шығу емес. Астағфирулла деген не мағынаны білейік, Алладан кешірім сұраймын. Ва атубу илайхи, және оған тәубе етемін. Айтып отқан кезде не? Алла үшін айту керек. Пайдасы бола береді, жаңа тек қана пайдасын ғана көздеп айту емес. Пайдасы бола береді, бірақ Алла үшін
күнәміз үшін жасаған, күнәмізді ойлап тұрып, Алланың алдында күнәһар екенімізді ойлап тұрып, тіпті керек болса жылап тұрып айтуға болады. Жүз рет айтқан, егер жүрегі таза адам болатын болса, 100 рет, 200 ретте жылайды деп ойлаймын мен мысалы. Жылап тұрып айту керек. Күнәміз көп. Немесе жаңағыдай көп қателіктеріміз көп, мысалы өмірде жүрген. Бәрін еске алу керек. Жасай алмай жатқан амалдарымыз бар, мысалы. Жасауымыз керек, бірақ жасай алмай жатқан амалдарымыз бар. Соған да кешірім сұрауымыз керек. Мен осыны істеу керек, бірақ істей алмай жатырмын. Мысал ретінде айтамын енді. Адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару әрбір мұсылманның есір міндеті. Ол тек арнайы уағызшының немесе имамның міндеті емес. Әрбір мұсылманмын деген адам өзінің шамасы жеткенше өзінің отбасына, өзінің отбасы болса әйел бала шағасына, немесе жаңағы өзінің ағайын туысқандарына, өзінің шамасы жеткенше көршілеріне, бірге жұмыс жасайтын жұмыстастарына, достарына не істеу керек? Қолдан келгенше жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару керек. Анандай бұл жай жүре бермеу керек та. Анау мысалы достар бар, күнә жасап жүрген, сонымен бірге мәз болып, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп жүре бермеу керек. Соны уайымдау, соған мен көмектесе алмай жатырмын деп, осы Алладан кешірім сұрау. Мен оған мына дінді жеткізуім керек, айтқым келеді, бірақ айта алмай жатырмын. Кемшілік кімде? Кемшілік бізде. Сол үшін не Алладан кешірім сұрауымыз керек. Адамдарды дінге шақырған уақытта көркеммен шақыру, көркем мінезбен, кішіпейілдікпен, жекіп емес, бәленше немесе түгенше астағфирулла деп жаңағы қорқытып үркітіп емес. Сен деген, мынау деген деп жаңағы оны жерден алып жерден салу емес. Оған мейіріммен сен оған жанын ашып тұрғанына біліну керек. Мысалы жаны ашқан адам мен ұрысқан адам білінеді ғой, біреу ұрысып айтады. Бірақ жанын ашып айтса, досым, бәленше мен саған жаңағыдай мысалы сыртынан дұға жасаймын, мынау болмайтын нәрсе, мысалы тілін табу керек, мысалы шайға шақыра ма, тамаққа шақыра ма, от души әңгіме айта ма, басқа бір нәрсе. Сөйтіп келіп не өзің подход табу керек, айту керек сосын. Бірақ дінді сол не көркем жеткізу керек, әдеби көркем түрде. Жұмсақ дін қаттылықпен дін жетпейді, тарамайды негізінен. Жұмсақ кішіпейілдікпен жайлап айту керек. Мысалы жақсы жігітсің деген сияқты, мысалы намаз оқысаң, ораза ұстасаң өте жақсы болады. Намаз оразаның пайдасын айтып қой, арасында шаша болмай жайлап. Одан кейін соны сезінсін, бір ортаға алып бар намазхандардың сезінсін. Бәрі әсер етеді. Сондай көп жолдары көп. Жалпы соның барлығымыз істей алмаған үшін Алла Тағаладан кешірім сұрауымыз керек. Кешірім, астағфирулла деген біздің тілімізден түспейтін нәрсе болу керек екен. Енді қадір түні деп отыр бүгін, мысалы қадір түні бүгін болсын, ертең алдымыздағы тағы түн бар, сол түні болсын. Мына бір дұғаны жасауымыз керек екен. Айша анамыз айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер мен қадір түнінде болсам, сол түні болып қалсам, мен қандай дұға етейін деді. Сол кезде Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни дейді. Осы дұғаны айтты. Аллахым, сен кешірімдісің, мейірімдісің, кешіргенді жақсы көресің деп айтты. Қазақша айтуға болады. Аллахым, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешір, немесе бүкіл елге кешірім сұрау керек. Халыққа, осы халқымызды иманды ет, халқымызға хидаят бер, халқымызға тақуалық бер. Қазір халық көріп жатсыздар ғой, айналып не болып жатқанын. Дінсіз адамдар көбейіп жатыр, дінге қарсы шабуыл жасап жатыр. Сол үшін сөйтіп дұға жасау керек екен. Бірінші өзіңізге, сосын барып айналамыздағы адамдарға. Екінші бір дұға, бір сахаба келіп,
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сұрады, алла несі, мен аллаға дұға жасасам не сұрайын дейді ғой. Пайғамбарымыз сұрайды, мен аллаға дұға жасасам не сұрайын алладан деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең бірінші не деп айтады? 4 нәрсе сұра деп айтады. 4 нәрсе сұра деп айтады. Біріншісі, Аллахумма гфирли, Аллахым мені кешір деп айтады. Аллахумма гфирли. Екінші, вархамни, мені мейіріңе бөле. Сосын ваафини, мені аман сау қыл. Сосын варзуқни, маған ризық бер. 4 нәрсені сұра, осы сенің неге жетеді деген, осы 4 нәрсені сұрасаң дейді Алладан, осы сенің дүние ақыретіңе жетеді деп айтамыз. Ол көп жоқ. 4-ақ нәрсе. Аллахым мені кешір күнәларымды, мені рахымға мейіріңе бөле көр, одан кейін мені аман сау қыл. Және мені маған ризық бер. Ризық адалынан бер. Мынау аман сау бол деген кезде осының бір сөзі кішкене тағы да бір кішкене кеңірек түсінейік. Аман саулық. Аман саулық деген, мысалы біздің қазіргі уақытта мынау дене мүшеміздің бәрі аман сау болып тұрғаны не? Алла Тағаланың нығметі бізге берген. Алла Тағалаға не көп шүкірлік айтуымыз керек. Деніміздің сау болып тұрғанына, мысалы көзіміз көреді, құлағымыз естиді. Мысалы бір күн көзімізді жұмып, немесе байлап, құлағымызды бітеп өмір сүріп көрсек, қандай қиын екенін білеміз. Көздің нығметі қандай. Сөйлей алуымыз, жалпы дене мүшеміз, қолымыз, аяғымыз, барлық дене мүшеміз сау, аман. Алла Тағалаға шүкір етуіміз керек екен. Көптен көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына жерде бір қысқа бір мысал. Тіпті бізден дәрет, үлкен кіші дәрет шығады ғой. Үлкен кіші дәрет шығады. Үлкен кіші дәреттен кейін кім дұға айтады? Дәретханадан шыққаннан кейін. Дәретхананың дұғасын білесіздер ме? Дәретханадан шыққаннан кейін дұға Ғұфранак деген Алладан кешірім сұраймын деген. Бірақ оның алдында бір дұға бар. Болады, ондай дұға болады. Аллахумма асқара аннил ада дейді. Аллахым менен зиянды нәрсені шығарып жіберген, кетіріп жіберген, алып тастаған. Яғни кіші дәрет, үлкен дәрет деген зиянды нәрсе ма? Зиянды нәрсе. Ішімізде тұра берсе, айтады, адамды өлтіріп жібереді, тұра беретін болса шықпайды. Өліп кетеді адам. Бірақ бізді дәретханаға барған кезде шығып жатыр ма? Альхамдулилля шығып жатыр. Өзіміз бе шығарып жатқан? Жоқ. Егер өзіміз шығаратын болсақ, онда жаңағы дәреті шығып жатқандар бар, олар шығару керек еді өздері. Жоқ, шығарылмайды. Қанша жерден қаласа да шығарылмайды. Өйткені Алла Тағала қаламаған. Алла Тағала нәсіп еткен. Сол үшін не Алла Тағала көп шүкір етуіміз керек. Бізді сол бұл енді кішкентай бір нәрсе мысал ретінде айтып жатырмын. Дәретіміздің шығуының өзі біздің денсаулығымызды аман сау қылып тұрды Алла Тағала. Дәретімізді шығарумен бізді аман сау қылып тұр. Сол айтып отыр. Афини дегені маған аман саулық бер деген ішінде бұның да көп барлығын қамтиды. және жаңа дұға не дейді? Аллахумма асқаба аннил ада уа афани. Осы жерге келген афини деген сөз. Уа афани. Алла Тағала менен осы зиянды нәрсені шығарып тастаған саған сансыз мадақ мақтаулар болсын дейді. Сосын уа афани және маған аман саулық берген дейді. Мына зиянды нәрсені шығарып жіберіп, мені аман осының зиянды нәрседен мені аман алып шыққаныңа, мені аман қылғаныңа, сау қылғаныңа мен саған шүкіршілік етемін деген. Бұл зікір ғой енді қараңыз. Дәретханадан шыққаннан кейін біреудің ойына келетін шығар, біреудің ойына келмейтін шығар, не зікір. Жалпы ғалымдарымыз мынау тұрар айтады ғой, Алла Тағаланы көп зікір ететіндер деп, соның ішінде кімдер жатады деген кезде біздер ойлайтын шығар, көп зікір ететіндер деген
таспен ұстап алып немесе бір жерде отырып алып жаңағы субханалла субханалла альхамдулилля аллаху акбар деп санап отыратындар шығар деп тек қана. Жоқ, олар емес дейді. Алланың көп зікір ететіндерінің ішінен кімдер кіреді? Әр жағдайда таңертең ұйқыдан тұрдық па, кешке жатам дегенше мынау зікірлерді айтып жүру дейді. Жаңа зікірлер. Ұйқыдан тұрғаннан кейін қандай дұға бар? Зікір бұл. Зікір деп айтайық. Дұға зікір. Альхамдулиллахи ахяна ба'дама аматана ва илейхи нушур. Мағынасы қандай? Альхамдулиллахи дейді. Алла тағала сансыз мақтау айтамын. Мақтау болсын. Не істеген дейді? Мені өлтіргеннен кейін қайта тірілткен дейді. Ұйқы дегеніміз не? Күші өлім екен ол. Құранда Алла тағала айтып, адамның ұйықтатамыз, сол жерден Алла тағала қалаған адам десе, жанын сол ұйықтап жатқаннан аламыз дейді. Ал әлі өмір бар адам болатын болса, біз сол жанын қайтадан жібереміз дейді. Яғни ұйықтап жатқан жаны шығады екен, рух шығады. Алла тағала егер қаласа, ажал сол жерде келіп тұрған болса, алып кетеді. Бар ғой, ұйықтап жатқан тұрмай қалған. Ал егер Алла тағала ары қарай өмір бар болса, не істейді? Қайтарады. Соның ұйқының күші өлім деп айтады. Міне сол үшін Пайғамбар хадисінде айтып отқан сол әмәтана, мәут деген сөз ғой, әмәтана деген мені өлтіргеннен кейін, бізді өлтіргеннен кейін, ұйықтатқаннан кейін деген жаңағы ұйқы мәселесін ұйықтатқаннан кейін қайта тұрғызған ұйқыдан мені оятқан Алла тағала саған сансыз мақтау айтамын, біз саған қайтамыз. Біз саған қайтамыз бәрі деп ұйқыдан тұра салып істейді, Алла тағала не істеп берді. Тұра салып тек кім соқты екен телефонына деп. Ондай емес. Тұра салып не істеуіміз керек? Егер осылай жүретін болсақ дейді, Алла тағаланың көп зікір ететін адамның қатарына кіреді екен. Таңертеңгі зікір тұрғаннан кейін зікірді айтайын. Таңертең тұрғаннан кейін зікір. Енді тұрғаннан кейін дәретханаға барады ғой. Дәретханаға бара жатқан кезде Аллахумма инни а'уду бика минал хубути вал хабаис. Жындардың ұрғашы еркегінен Аллахым саған сыйынамын деп бисмиллах деп барады дәретханаға. Екінші зікір кетті ме? Кетті. Дәретханада үндемей отырсаң, кәме бір қызға айтамын. Дәретханада үндемей отырсаң, ешқандай сөйлемей, не істемей, сосын дәретханадан шыққаннан кейін қанша отырсаң да, қажетіңді өтеп отырсың ғой. Аз отыр, көп отыр. Дәретханадан шыққаннан кейін жаңағы дұғаны айтып, альхамдулиллахи ләзи әсқаба анни әза менен зиянды нәрсені шарпып тастаған Аллахым саған сансыз мақтау болсын, альхамдулилля. Және мені аман сау қылғаныңа деп ғуфранака десе, бағананың інім айтты. Ғуфранака деп айтса, ғалымдарымыз айтады, дәретханадан шыққаннан кейін ғуфранака, Алладан кешірім сұраймын деген сөз, сенен кешірім сұраймын деген сөз. Айтса, тіпті дәретханада отырған кезіңде сен Алланы зікір еткенмен бірдей боласың дейді. Дәретханада отырған кезіңде сен Алланы зікір еткенмен бірдей боласың. Дәретханада отырған уақытта Алланы зікір етуге бола ма? Бола ма? Болмайды. Неге? Болады ғой. Оймен, тілмен емес, тілмен сөйлеуге болмайды дәретханада. Зікір, оймен. Дәрет шығып жатқан кезде ойлайды. Аллах тағала сен шығарып жатсың дәретті. Дәретті сен шығарып жатсың, зиянды нәрсе менде. Соны сен шығарып жатсың деген зікір мен баста ойда тұрады. Соны ойлайды. Шыққаннан кейін соны тілмен айтады деп болды. Дәретханадан шыққаннан кейін. Мынандай дәретхананың ішінде айтылмайды, дәретханадан тысқа шығып кеткеннен айтылады. Көп адамдар дәретхананың ішінде сөйлеп жатады, негізі дұрыс емес сөйлеу. Ассаляму алейкум, басқа деген сияқты. Ассаляму алейкум мүлдем айтуға болмайды. Өйткені бұл жерде не? Қанша дәретхана, біреу мына жақта дәрет сындырып отыр. Ыңғайсыз, әдепсіздеу. Сосын бұл жерден шығып кетіп, сыртқа амандасу, содан кейін сыртқа шыққаннан кейін жаңағы дұғаларды айту, зікірлерді айту керек. Одан кейінгі тамақ жеудің алдында бисмилля, Алланы зікір ету. Тамақ жеп болғаннан кейін альхамдулиллахи ләзи. Қандай дұға бар тамақ жегеннен кейін? Зікір. Ол да зікір болды. Альхамдулиллахи ләзи атағанана уасақана уаджағалана минал муслимин. Маған мына тамақты жегізген, мына сусынды беріп, шөбімді қандырған, шай болсын, су болсын, сүт болсын. Және мені мұсылман қылған, бізді мұсылман қылған Алла тағалаға хамд болсын, жаңағы мадақ мақтау болсын.
міне зікір. Бұның бәрі зікір. Міне осыны қарапайым былай қарасаң. Жаттап аласың, жаттап алғаннан кейін бұл жаттап алып күнде айтып жүргеннен кейін андай болады екен. Тамақ жеп болғаннан кейін болады ғой бір нәрсе жетпей тұрады, бір нәрсе айтқың келмейді, және айтқың келмейді, тамақ жеп болғаннан кейін тұрасың ғой. Тамақ жеп болғаннан кейін бір нәрсе айтқың келмейді. Мысалы, құр су ішкеннен кейін, бір жұтым су ішкеннен кейін бисмилля деп ішесің, ішіп болғаннан кейін жоқ дегенде альхамдулилля деп айтасың. Аллаға шүкір. Су іше алмайтын адамдар бар ғой. Альхамдулилля ішіп жатыр. Мен бір мысал айтайын. Бір ұстаз айтады, бір қайтқан кісіні жууға барған кезде аузында кішкентай нанның қиқымы қалып қойыпты. Ары қарай кетпей қалған. Нанның қиқымы алып тастады дейді. Міне осы жерден бізге бір дәлел. Аллах тағала ана нан дейді, ана адамның ризығы емес еді дейді. Хаманы өтпей қала ма ары қарай? Нан оның ризығы емес еді дейді. Егер ризығы болса кететін еді ары қарай. Оның сол үшін айтты ғой, адамның ризығы қашан ажал келгенше ризығы келе береді. Ажал келгеннен кейін не адамнан шыққан бұл ризық тоқтайды. Ана нан қарашы субханалла қандай біздерге дәлелі ғой аят. Аузында тұрып ары етпесе, аржаға мысалы сен бүйтіп аузыңа осылай шалқайып жатсың, аузыңнан нан салсаң ол өтіп кетеді ғой кішкентай нанның қиқымы. Аллах тағала өткізбей қойды. Өйткені оның ризығы емес, ол басқаның ризығы дейді. Далада иттің, тауықтың ризығы ол. Көрдіңіз бе? Сол үшін Аллах тағаланы әрдайым еске алып жүруіміз керек. Көп Аллах тағаланы кешірім сұрауымыз керек. Мынау Рамазан айындамыз сауаптар еселенеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ғой, иә? Мынандай нәрсе бар, тағы бір айтайын, қосып айтайын. Енді есіме түсіп кетіп жатыр. Мына дүниеде амал жасау бар, иә? Мысалы, амал жасап жатырмыз. Одан кейін осының амалды Аллах тағала алдына дұрыстап алып бару керек екен, екінші нәрсе. Мысалы біз енді айтып отырмыз ғой, мысалы, ой, пәленше 30 күн ораза тарауыхты мен үзбей оқып келдім деп. Бірақ та осы 30 күн ораза жаңағы 30 күн тарауых оқығанның сауабын соны Аллах тағала өзімен бірге алып бара ма? Вот екінші мәселе сол. Алып бара аламын ба мен соны? Мысалы, ораза ұстап жатырмыз, оразаны мен сауабын Аллах тағаланың алдына алып бара аламын ба? Әлде жаңағы сауабын бәрін жойып жіберемін ба? Өтірік айтамын, өсек айтамын, айбаттаймын, біреуді ұрсамын, керсемін, біреуді жек көремін, біреуді ұрамын, тағы бір нәрсе істеймін, мысалы. Иә? Сол сияқты жаңағы намазың да солай. Намазда мысалы келді, тарауыққа келді мысалы, мүмкін ниеті дұрыс емес шығар. Жаңағы қалай? Рия шығар, рия. Мысалы деймін, рия шығар, мысалы. Келіп жүр, не андай пәленше деген, не 10 күн келді, 15 күн. Қалмайды екен тарауықтан, молодец деп десе біреу, рияға кетіп қалуға жарайды сол. Келесі күні 15 күн жақсы болып келуі мүмкін, 16 күннен бастап бұл жерде жаңағы сөзін есту үшін келіп жатыр. Тағы кім айтады екен маған? Бұл тарауықтан мен кім көреді екен деп бүйтіп айналасына қарап қояды. Кім бар деп? Таныстардан кім бар бізде? Сол үшін ниетті дұрыстап отыруымыз керек екен. Аллах тағаланың алдында жаңағы айтып отырмыз, амал жасау бар, екіншіден амалымызды алып бару керек. Құранда бұған аят келеді мысал ретінде. Құранда Аллах тағала айтады, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кім бір жақсылықпен Алла тағалаға бір жақсылықты Аллаға алып келсе дейді, Алланың алдына бір жақсылықпен келсе, оған соның 10 есесі болады деген. Сонда мына жерде қараңыз, аятта не деп отыр? Сен бір амал жасасаң деп отыр ма? Жоқ, бір жақсылықты Аллаға алып келсең деп отыр. Алып келу, апару Аллаға. Алланың алдына барған кезде сол жақсылықпен, сол сауаппен бару. Сауап жойылып кетпей бару. Соған не біз соның 10 есесін береміз. Бұл жерде не? Амиля деп отқан жоқ. Кім амал жасаса, кім салихан амал жасаса, біз оған сауабын көбейтеміз деп отқан жоқ. Сол жасадың ба, соны алып келсең дейді Алланың алдына. Сол кезде барып біз не істейді дейді? Оған 10 есе қайтарып береміз дейді. Бұл Алланың уәдесі, хақ. Алланың уәдесі, кім Алланың алдына сауаппен барады, соны алады иншалла. Сол үшін
жаңа айтып отқан сол бірінші амал жасауымыз бар, екінші сол амалды Алла Тағаланың алдына дұрыстап алып баруымыз бар екен. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху Мағаз деген жабайға не үйретті? Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Ғибадатты көркем жасауымды, жақсылап, әдемілеп жасауымды, құлшылықты маған жәрдем беріп Алладан дұға жасауды үйретті. Бірінші жаңа дұғада маған Алла Тағала көп зікір етуімді, одан кейін Аллаға көп шүкір етуімді, Алладан жәрдем сұрайды. Дұғаның мағынасында қандай? Аллахым, мен сені жәрдем сұраймын, сені көп зікір етуімді, және сені саған көп шүкір етуімді, және үшінші саған көркем түрде құлшылық жасауды сұраймын. Сұраймын дегенде соған жәрдем бер деп сұраймын. Соған жәрдем бер деп дұға жасап, осыны намаздан кейін айтып жүр деп айтқан Пайғамбар. Әр намаздан кейін айтып жүр деп. Осы дұғаны тастамай айтып жүруіміз керек екен. Әйтпесе, жаңа айтқанымыздай біз не қанша жерден 20 ракат тарауып оқысақ та, мысалы білесіз бе, басқа намаздарда, басқа нелерде, маскаптарда бұдан бізден де көп оқиды. Білесіздер ме? Тарауықты 36 ракат оқиды, білесіздер ме? 36 ракат оқиды маскаптар бар, 36 ракат. Мысалы енді көп қой, мысалы көп орындап келіп, бірақ осындай сауаптарды біз жойылмауымыз керек. Еңбектен тарауыққа тұрдық, ұйықтамай ұйқымызды бөліп, жұмыстан шаршап келіп жатыр кейбір кісілер. Сонда да не істеп жатыр? Аллах Тағала үшін деп құлшылық жасап жатыр. Үйде болсын, мешітте болсын, ешқандай айырмашылық жоқ. Соны не істеп алмауымыз керек екен енді? Соны жойып алмауымыз керек, Алладан сұрауымыз керек. Бірінші, жақсы салиқалы амал жасайын деп Алладан сұрау керек. Екінші, осы амалының сауабын Аллахым сенің алдыңа алып барайыншы. Сауабын жойып алмайын деп сұрау. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады, ақыретте муфлис дегендер бар дейді. Естіңіздер ме? Хадисте муфлис дегендер бар дейді ақыретте. Муфлис болып қалатындар. Муфлис деген сахабалар түсінбей қалады. Муфлис деген кім деген кезде, муфлис дегеніміз ол банкрот дейді. Банкротқа ұшыраған. Барғаннан кейін көп сауаппен барады. Ойлайды мына жақта мен 30 күн жаңағы күн жыл сайын мешітте тарауықты қалдырмайтын едім мысалы деп осы жақтан ойлап барады. Ана жаққа барған кезде оның сауабы бір басқаларға кетеді. Алла Тағала әділ. Ол мысалы біреуге зұлымдық жасаған болуы мүмкін, біреудің хақысына кірген болуы мүмкін, біреуді өтірік айтып, біреуге жала жауып, айбат айтып, өтірік айтып, мысалы сондай болған болуы мүмкін. Біреудің ақысына кіріп, біреудің бір дүниесін рұқсатсыз алып кеткен. Сондай басқа адамның ақысына кіріп кету ғой, былайша айтқанда. Соған не? Анау не істейді? Алладан сұрайды ғой мен. Пәленшеден менің немді алып бер, Алла Тағала ақымды алып бер, Алла Тағала алып береді. Сол сауаптың бәрін береді анаған. Анау аз әйтеуір бір ілініп салынып келген адам болса да, жаңа көп құлшылық жасамай ақ қойсын, көп сауаппен келмей ақ қойсын, мынаның бәрі сауап соған кетеді ғой. Алып береді. Анадан енді кетіп жатыр ғой, кетіп жатыр. Енді мысал ретінде тағы кім бар, бәріне алып береді, анаған бәріне сауабын бөліп береді анадан. Бөліп береді, сосын енді беретін сауабы қалмайды ғой. Енді не істеймін деген кезде, онда ананың адамның күнәсін көтересің дейді. Күнәсін көтересің дейді. Ананың сауабын берген ештеңе емес, күнәсін көтересің дейді. Алланың әділдігі. Өйткені біреудің ақысына кіру деген ол жаман нәрсе, зұлымдық бұл. Зұлымдық деп айтады. Біреуді айбат айту, айбаттау зұлымдық. Біреуді жала жабу, зұлымдық. Өсек айту, екі адамда ұрыстық беру, зұлымдық. Біреуді жаңағы ұрып жіберу, немесе біреуге жөнсіз ешқандай ұрысып не істеп жіберу, бәрі зұлымдық. Зұлымдықтың несі көп? Зұлымдық деген әрбір нәрсені өзінің орнымен жасамау деген сөз. Орнына қоймау. Зұлымдықтың ең үлкені қандай? Ең ауыр зұлымдық Аллаға серік қосу. Аллаға серік. Өйткені Құдай Аллах Тағала еді. Құдай Аллах Тағала еді. Бір адам келіп алып, отты басқа бір нәрсені жаңағы Құдай деп санаса, ол Аллаға зұлымдық қылған болады. Ол үлкен зұлымдық. Құранда Аллах Тағала айтты, ширк деген үлкен зұлымдық деді. Ширк деген. Содан бастап кете береді. Енді одан кейін Алла Тағала болғаннан кейін адамдарға зұлымдық бар. Адамдардың ақысына кіру.
сол үшін жаңағы зұлымдық қылудан өте естейтін сақ болу керек. Зұлымдыққа ұшыраған адамның дауысы қабыл болады деген пайғамбар жасаған. Иә, зұлымдыққа ұшыраған адамның дауысы қабыл болады деген. Мысалы бір адам зұлымдыққа ұшыраса, сөйтіп жаңағы залым адамға, зұлымдық қылған адамға дұға жасап берсе, кетті. Оңбаған бір нәрсе берсе, мысалы, сол үшін сондай жаман сөздер естімеуіміз керек. Қарғыс деген сол ғой, қарғыс деген сол дұға, жаман дұға. Сол үшін зұлымдық адамдарға ақысына кіруге неге болмайды екен. Өте сақ болу керек. Ақыретте, жаңағы айтып жатқанымыз, ақыретке сол сауабымызды Алла тағаладан алып барайын деп сұрауымыз керек екен. Тек қана жақсы амал жасау емес, Алла тағала алдына сауабымды алып барайын. Сол жаңа айтып жатқан муфлис деген сол барды, бәрін алып барды Алланың алдына, бірақ бәрінен айырылып қалды. Сөйтіп банкротқа ұшырады, яғни дым жоқ болып қалды. Әкелген сауаптың бәрі, еңбектің бәрі осы еңбектеніп барды, ана жаққа барған кезде дым жоқ болып қалды. Осы муфлистен Аллах тағала сақтасын, осындай болып қалды бізде. Сол үшін Аллах тағаланы сұрауымыз керек. Барғаннан кейін сол сауаптарымды айырылып қалмай, сауаптарымды Аллах тағала толық алайын, соны нәсіп ет деп барынша осы жерден кімге зиян тигізді адамдарға содан кешірім сұрауымыз, кімге ғайбат айтты соған кешірім сұрауымыз бар. Сөйтіп кешірім алуымыз керек екен. Ол кешірмейінше не дейді? Кешірмейді дейді, ғайбат деген нәрсе. Сол үшін Алла тағала бізді сақтасын, осындай өсиет ғайбат айтудан, өтірік айтудан, жала жабудан Алла тағала сақтасын. Мынау осы оразада жасаған жақсы ізгі амалдарымыздың барлығының сауабын Алла тағаланың алдына барған кезде толық алуымыз Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Осы ораза айын Алла тағала өзі разы болатын деңгейде толық құлшылық жасап аяқтауымызды біздегі баршамызға нәсіп етсін. Аман есен айтқа жетуімізді нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Ва ахиру дъавана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.